Now I found you. Now I found you. And now my prayers been answered. Now I found you. Why did it take so 마이크 테스트 하나, 둘, 셋. 안녕하세요, 스트리머르게 로уз. Бүгін бізде видеода Enhypen мен аватарка болады. Бұл фансаб группа Miaolab, то есть Enhypenнің видеоларын аударатын фансаб группа болып табылады. Мен бұл фансаб группада жұмыс істегенмен уже наурыз айынан бастап жұмыс істеп жатырмын. Март, апрель, май, июнь, июль. 5 ай. 5 ай болған екен. Негізі мен бұл жерде тек суббота воскресенье күндері ғана уақыт болған кезде ғана бұл жерде жұмыстарды жасаймын. Көбінесе оклокпен айналысамын, n-o'clock, сосын көбінесе кейбір n-to-k, кейбір эпизодтарды көмектесемін. Time және type. Type деген текстті оформлять ететін адам. Бұны айтпай қойын, ары қарай қандай жұмыстармен айналысатын. Также осы аватарканы мен сол группаға арнап жасаған болатынмын. Негізі бұл менің вишлистімдағы кішкене бір арман болған болатын. Осындай Enhypen тобына группный аватарка жасау. Және бұл өте керемет чувство болды. Маған ұнады. Бұл жердегі бізде Manifesto Day 1 июльдің 4-інде олар камбэк жасады. Enhypen олар бірінші рет дефиссіз заглавка шығарды. Және де бұл жерде айта кететін болсақ, альбомның 3 версиясы бар. D, J, M. Көбінесе мен Чонгвонның және Джейктің тобына аватарка жасаған болатынмын. Екеуінде де және осы топта да үшеуі M версиясы бар фотосетті таңдады. Бұл суреттер M версиясынан шыққан фотосуреттер болатын. Және де бұл жерде қалың қара киінген адамдар болды. Маған әрине қию оңай болған жоқ, себебі көбінде киімдерінде ақшыл түсті рубашка немесе ақшыл түсті нәрселер болды. Оларды қиған кезде мен кішкене қарайтып қидым ғой. Все же көбісін менің қолмен қиюыма тура келді, себебі ол жерде границасы көрінбей тұрды сол киімдердің, және фонмен кішкене переливация етіп тұрды, фонмен почти бірдей болып. Сондықтан да ақ түсті немесе сұр түстілерді мен өзім қолмен анандай сол құралмен бірге кескен болатынмын, және де бұл да өте көп уақыт алады. Но все же бұл жерде мен өте қатты қиналған жоқпын дизайн іздеп. Негізі уайымдадым қандай цветпен қолдануға болады екен деп, өйткені бұл жерде қарап тұрсаңыз киімдер почти әртүрлі түсте. Және де әртүрлі түсті киім болған кезде бізге табу өте қиын болады. Мен сіздерге айтқан болатын, біз фонның түсін біз суреттегі основной киімнің түсінен аламыз, немесе шаштың түсінен аламыз, немесе сол жердегі фонның түсімен сәйкес келіп тұрса аламыз. Сондықтан да бұл жерде маған өте қиын болды басында фон таңдау. Менде басында бұл жерде көк түсті мен основа ретінде уақытша таңдаған болатынмын. Одан кейін мен оны фондарды іздеп тапқаннан кейін басқа нелерге ауыстырып көрдім. Неше түрлі варианттарды қолданып көру керек. Дизайн деген осы бір вариантпен шектеліп қалмау керек, және де стандартты емес ойлану керек. Стандартты емес ойлану керек. Сол кезде дизайнның әдемі шығуы мүмкін. Және де не всегда надо придерживаться правил. Просто делайте как хотите, просто делайте как почувствуете. В общем, сондай бірдеңе. Менде де бұл жерде көп фотоларды қолданып көруге тырыстым, но если честно, егер де өте көп фото қолданатын болсақ, бұл да аватарка шиеленісіп өте әдемі болмауы да мүмкін еді. Және де бұл жерде қойған кезде менде көп Ники мен Джейді сыртына қойдым. Негізі екеуі күшті жарасып кетті, шыны керек. Және де бір фон маған өте қатты көмектесті, көмегін берді. Және де бұл идея артқы жағына олардың фотоларын қоя салған идея вообще күшті болды. Күшті жарасы кетті. И мне повезло, если честно. Менде онда идея болған жоқ еді. Бірдеңе жетіспей тұрғандай болды. Сондықтан да мен артына олардың фотоларын непрозрачность азайттым да сөйтіп қоя салдым. В общем, меніңше өте әдемі шықты. Және де мен біраз уақыт любоваться еттім. Топтағы адамдарға да ұнады. Сіздерге де Чонгвон мен Джейкті көрсетемін. Оларда өте әдемі аватарка шықты. Маған әлі де ұнайды олар аватаркалар тұр. Мен иногда группаға сол аватарканы көру үшін кіремін. Сосын кейін қайтадан шығамын.
В общем, осындай результатта аватарка шығады. Сіздермен бірге болған Роуз. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет, уақытыңызды бөлгендеріңіз үшін рахмет. Лайк, комментарий күтемін. Подписка күтемін. Аньян. This feeling's got me on fire. Don't ever leave it all behind. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us? This energy's inside us like electricity. Feel the love running through like electricity. Feel the love. Can you feel me? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways.